Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді кекс дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға сұйық тағамдарды құйып аламыз. Яғни сүтті, одан кейін оның үстіне жұмыртқаны құямыз. Кейін сұйық майды құямыз. Осы сұйық тағамдарымызды жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды бөлек алып қоямыз. Кейін таза ыдысымызға ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде сүзгіден өткізуіміз керек. Оның үстіне қантты және аз ғана тұз саламыз. Кейін 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін осы ұнымыздың үстіне сұйық массамызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дәл осы видеода көрсетілгендей сұйықта болу керек. Осы массамызға мейізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін осы массамызды формаларымызға салып шығамыз. Менде мұнда силиконды форма, сол себепті мен май жақпадым. Егер сіздер темірден жасалған формаға пісіретін болсаңыздар, сол формаға міндетті түрде май жағу керек болады. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Дайын болған массамызды қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минуттай пісіреміз. Сонымен біздің кекстарымыз дайын. Олар өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Бізбен бірге дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар.